Merhaba arkadaşlar, bu ben Asel. Menмен birge Türkçe үйренуді бастаймыз. Түрк ғалымдары түрк жерінде ең көп қолданылатын 1000 сөздің тізімін жасаған екен. Біз бүгін сіздермен бірге сол жоқ 1000 сөз емес. Мен 1000 сөз айтып бітем дегенше сіздер жалығып кететін шығарсыздар. Ал менің аузым талып кетеді. Сондықтан бүгін ең көп қолданылатын 10 сөзден бастаймыз. Бірінші сөз be. Яғни қазақ тіліндегі сияқты бұл да сан, яғни 1, 2, 3, түрікшесі 1, 2, 3. Bir стакан çay, bir bardak çay. Bana bir çay verin, kalbim ısınsın. Дәл қазақшадағы сияқты белгісіздік есімдігі ретінде қолданылатын мысалы. Ben birini sevmiyordum, o da beni sevmiyordu. Bir gün bir yerde randevulaştık. Екінші ең жиі қолданылатын сөз бұл bu. Яғни бұл деген сөз. Л деген әріп түсіп қалады. Bu bardak. Bu çay. Bu ben. Ah bu ben. Үшінші сөз бұл не. Бұл әртүрлі мағынада қолданылады. Біріншісі біздің қазақ тіліндегі кім деген сұрақ. Яғни сенің атың кім деп сұрасақ, біз түріктер сенің адың не деп сұрайды. Немесе дәл біздің не деген сұрағымыз. Мынау не? Бұл не? Bu ne ya, bu ne ya, of bu ne ya. Bu ne ya, bu ne ya, of bu ne ya. Екінші мағынасы бұл күшейтпелі сөз ретінде қолданылады. Ya ne kadar tatlı bir çocuk. Ya қандай тәтті bir bala. Немесе ne kadar zaman geçti. Seni özledim ya. Қанша уақыт өтті. Seni sağındım. Көрдіңіздер, күшейтпелі шырай қосады сөзге. Ne kadar aptalsın canım, ne kadar aptalsın. Төртінші жиі қолданылатын сөз бұл ve. Яғни біздегі мен, бен, пен шылаулары. Мысалы, Айжан мен Ерасыл. Мысалы, Айжан мен Ерасыл, Гүл мен Топырақ деген сияқты. Kazanan yok aslında, kaybeden var, sen de ben. Бесінші ең жиі қолданылатын сөз бұл ми. Ма, мо, не. Бұл дегеніміз біздің қазақ тіліндегі ма, ме сұрау шылаулары. Түсіндіңіздер. Сен келдің бе? Түркшесі sen geldin mi? Ben güzel miyim? Evet deyin. Бұл жерде ма, ми, мо, мөнің қайсы қолданылатынын, дауысты дыбыстардың достығын білген кезде тез түсінесіздер. Ол үшін біздің парақшамыздағы видеоларға назар салыңыз. Ne zaman kalkacağımı sana mı soracağım aslanım? Алтыншы ең көп қолданылатын сөз бұл için. Қазақшасы үшін. Ya senin için geldim. Sadece senin için. Ya sen үшін geldim. Тек сен үшін ғана. Көрдіңіздер ме, ешқандай қиыншылығы жоқ, тек қана дыбысталуы ғана басқаша. Жетінші ең чок қолданылған сөз бұл әрине чок, яғни өте деген мағынаны білдіреді. Seni çok seviyorum ama çok. Seni өте қатты жақсы көремін. Çok seviyorum ama sevmesem daha iyi. Сегізінші ең жиі қолданылған сөз ben, яғни мен деген сөз. Ya ben seni çok seviyorum. Мен сені өте қатты жақсы көремін. Benim adım Asel. Менің атым Asel. Ben Kazakistanlıyım. Men Қазақстанлықпын. Яғни ben дегеніміз қазақша мен. Ben tek, siz hepiniz, aynaya baktı mı hiçbiriniz? Ben tek, siz hepiniz, aynaya baktı mı hiçbiriniz? Тоғызыншы ең жиі қолданылған сөз o, яғни ол деген сөз. O benim kız kardeşim. O güzel kız
benim kankam. Yani bunun gibi жалғаса береді. Kapı çaldı, kim o? Kim o? Kim o? Kapı çaldı, kim o? Kapı çaldı, kim o? Kim o? Kim o? Kapı çaldı, kim o? Kapı çaldı, kim o? Kim o? Kim o? Және бүгінгі шығарылымның ең соңғы сөзі, яғни ең жиі қолданылатын 10-шы сөз бұл de, da деген шылаулар. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Aslı. Ben seni seviyorum ha. Ben de seni seviyorum. Сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Маған да пайдалы болсын десеңіздер, лайк басыңыздар және де жазылыңыздар. Бай.